Ассалаумағалейкум баршаңызға. Базалық білім бөлімінің кезекті тақырыбы жалпы осы трейдингқа бастағаннан кейін карьераларыңызда алдағы уақытта керек болатын платформалар жайында осы тақырыпта қысқаша қозғап кететін боламыз. Бұл тақырыпта қандай платформалар керек бізге и олардың қызметі нелер, соларды айтып кетеміз. Ал қалған тереңдетілген бөлімдерін біз алдағы тереңдетілген сабақтарда тоже айтып толықтайтын боламыз. Бізде негізі трейдингта ең бірінші керек платформа бізде TradingView платформасы. Бұл платформаны енді новичок болсаңыздар да, немесе трейдингті жасап жүрген орта дәреже трейдер болсаңыздар да, уже кемі бір рет көрген боларсыздар трейдингқа қызыққан болсаңыздар. TradingView платформасы жалпы әлемдегі трейдерлардың 90% қолданатын өте танымал платформалардың бірі. Бұл платформаның бізге беретін көмегі нарыққа анализ жасауға. Өте тиімді шарттар, өте оңай интерфейс, өте инструменттерді қолдануға қолайлы қылып жасап берген платформа. Бұл платформамен біз алдағы уақытта өте көп карьераларыңыздың 70-80%-ында, уақыттарыңыздың 70-80%-ын осы TradingView платформасында өткізетін боласыздар. Ал келесі бізде investing.com сайты, investing.com немесе Forex Factory деген екі сайт бар. Енді өзіміз investing.com-нан қарау негізі ыңғайлырақ болғандықтан осы платформаны ұсынамыз. Investing.com сайты бұның қызметі не? Бұл бізге жалпы трейдингта жаңалықтар деген қосымша факторлар бар, әр елдің экономикаларының жаңалықтары. Сол жаңалықтарды қарауға өте тиімді, өте оңай тіркелуде және тегін, ешқандай сізден платный версияларын ұсынбайды, ақша төлеуге тегін қарай алатын и дұрыс ақпарат беретін, бастысы сенімді ресурс беретін осындай платформа деп айтсақ болады. Осы сайтты жаңалық қарауға қолданамыз алдағы уақытта. Бұл платформада каждый күн анализ жасаған кезде әрине қысқа уақыт болса да, бірақ күнделікті кіріп қарап жаңалық қарауға қолданатын сайттарыңыздың бірі болады. Ал келесі бізде MetaTrader 5 платформасы. Бұл платформа негізі брокер емес, бұл қосымша. Брокерлардың жұмысын бізге жеңілдетіп беру үшін қолданатын қосымша приложение деп атасақ болады. Неге? Өйткені жалпы бізде брокерға жеке тоқталып былай ұсыныс жасамаймыз, өйткені брокердің қазір нарықта сан түрлі брокерлары бар. Ол брокерларды сол таңдаған шәкіртіміз қай брокерді таңдаса да осы Meta5-ке қоса алатындықтан, Meta5-ке қосып сауда жасай алатындықтан, осы Meta5 платформасын біз алдағы уақытта өте көп қолданамыз. Яғни біз жеке брокердің ішіне кіріп ақша салып, сол брокердің ішінен сауда жасағаннан қарағанда бізге не істейді? MetaTrader 5 платформасына сол брокеріңізді тіркеп қойып, осы MetaTrader 5 платформасымен сауда жасау әлдеқайда тиімдірек, керек емес, ішінде артық дизайн ештеңесі жоқ, өте қарапайым, қысқаша трейдерларға түсінікті болатын sell buy кнопкасы ғана бар, артық ауыз нәрсе жоқ. Осындай жұмысымызды жеңілдетіп беретін қосымша приложение болып есептеледі. Ал брокерлар басқа олар. Бұл брокер емес, сол брокердің жұмысын жеңілдетіп беретін приложение деп айтсақ болады. MetaTrader жайында осы. Енді бұның MetaTrader 4.5 деген екі версиясы болады негізі. Екеуінің айырмашылығы дейтін болсаңыздар, біреуі соңғы версиясы, біреуі ескі, яғни iPhone 16, 17 деген сияқылды. Әрине, iPhone 17, 16-ға қарағанда қолданылуы оңай, дамыған. Ал Meta5-те тура солай, Meta 4-ке қарағанда қолданылуы оңайырақ интерфейс. Ішіндегі ұсыныстары да, қызметтері де жақсы дамытылып жасалған. Осы Meta5 приложениесінде біз алдағы уақытта сауда именно сделканы ашып жабуға өте көп қолданатын боламыз. Келесі бізде трейдерлар үшін ең маңызды, бірақ көбі трейдердің ескере бермейтін платформаларымыздың біреуі болып есептеледі. Ол бізде Notion. Яғни Notionға біз не істейміз? Журнал жазуға трейдерға журнал қаншалықты маңызды екендігін барлығымыз білеміз. Ал сол маңызды затты дұрыс жазуға тиімді, қолайлы платформаға жазу, ол да өте маңызды болып есептеледі. Бізге біраз жұмысымызды жеңілдетіп береді. Соған байланысты осы Notion журналы, бұның бізде Ризық академиясының өзінің осы Notion сайтына арнап ішінен жасаған Ризық академиясының журналы бар, өзінің жеке. Сол журналды тоже алдағы неде тереңдетіп айтамыз, бірақ негізгі жалпы осы Notion'ның қолданылатын несі журнал жазу. Журнал жазу мақсатында қолданамыз, әрине бұның ішінде журналдан да басқа ұсынатын көптеген нелері бар. Өзіңіздің ноттарыңызды жазу, қысқаша күнделік ретінде қолдансаңыз да болады, и журнал жазсаңыз да болады, екеуіне де арнап қолданатын приложение. Бұны да алдағы уақытта каждый сделка ашылды, содан кейін сол сделка міндетті түрде журналға толтырылады. Демек,
сделка ашу қаншалықты маңызды болатын болса, журнал жазуда, жалпы Notion'ды қолдануда соншалықты маңызды қолданылатын сайт болып табылады. Ал келесі және ең соңғы бізге керекті болатын приложениеміз бәктест жасау үшін трейдингта бәктест деген заттың маңыздылығы өте жоғары. Именно өзіңіз бір жаңа стратегия үйренсеңіз, немесе бұрынғы практикаларыңызды қайталап сенімділігін арттырғыңыз келетін болса, осы бәктест деген нәрсе таптырмас мүмкіндік болып есептеледі. Ал сол бәктестті біз қайдан жасасақ болады? Әрине, бұған біраз сайттар бар. TradingView'дің өзінің де ішінде бәктест жасауға арналған несі бар, бірақ ол платный версиясы, сатып аласыздар. Екіншіден, ол сатып алғаннан бұрын сәл ыңғайсыздау, жаңағы тоқтаған жерден бір-екі свечалар өтіп кетеді деген сияқты сәл кешігіп жасайды. Сол себепті біз FX Reply деген сайт бар, осы сайтты ұсынамыз. Бұл сайтта әрине тегін емес, бірақ алғашқы бір аптасында тіркелгенде тегін болады, одан кейін бір аптадан кейін тоже платный версиясы болады. Ол енді бір $12 примерно сондай шамасында болады. Сатып алып, ары қарай айлық немен жасасаңыздар болады. Именно бұл бәктест журналы алғаш стратегия үйреніп бастаған және стратегиясына сенімділік жетіспейтін, сол сенімділікті қалыптастырғысы келген адамдар болатын болса, осы бәктест арқылы проблемаларыңызды шешуге өте үлкен мүмкіндік ұсынатын сайт болады. Сол себепті де осы FX Reply сайтын $12 тұрарлық білім аласыздар. $12 енді қазір былай қарайтын болсақ, шығып бір 5000 теңге бір жерге шығып тамақ ішсеңіз кетіп қалатын ақша. Ал сіз ол 5000 теңгені мына жерге өзіңіздің болашақта табыс алып келетін затқа инвестиция жасап жатырсыз деп қарайтын болсақ, $12 салуға болады. Екіншіден, FX Reply сайты алғаннан кейін өте тиімді. Сделканы ашқан кезде де кәдімгі шынайы өмірдегі MetaBase брокерына жақын, соған бейімделіп жасалған сделка ашып жабу, немесе лоттарды есептеуі деген сияқты, немесе жаңағы сессияларды уақыт-уақытымен бөлу, секундпен тоқтату деген сияқты инструментке жасау деген, и оның өзінің ішінде де журналы бар, бәктест толтыруға болатын деген сияқты көптеген қосымша мүмкіндіктер ұсынылған. Әрине, оны тереңдетіп тоже FX Reply-ның жаңа бәктест жасаған кезде ішінен тереңдетіп қарап көрсеңіздер болады. Әзірге бізге трейдингта жалпы алдағы уақытта қолданатын 5 платформаларыңызды айтып шықтық. Осы 5 платформа алдағы уақытта сіздердің трейдинг карьераларыңыздағы ажырамас маңызды бір бөлігі болатын болады. Қысқаша осылар, тереңдетілген бөлімі тағы да айтып кетеміз. Алдағы тереңдетілген сабақтарда немесе тереңдетілген курста толықтай айтып, қалай қолданылу керек, настройкаларын нелер жасау керекті, осының барлығы айтылатын болады. Сабақта көңіл бөліп қарағандарыңыз үшін рахмет. Келесі тақырыпта кездескенше.